Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жаңғақ қосылған пирог жасаймыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаға қант қосамыз. Кішкене ағарғанша миксерлейміз. Келесі үстіне ерітілген сары май қосамыз. Және айран қосамыз. Енді бәрін тағы да миксерлейміз. Келесі ұнның үстіне ванилин және қосқыш саламыз. Осы електің ішінде араластырамыз. Және сұйық масамызға қосамыз. Мінекей достар, бізде мынандай масса болды. Енді біз оның үстіне жаңғақ қосамыз. Менде 90 грамдай, мен оның тек қана жартысын қосамын. Сіздер жаңғақпен бірге мүйіз қоссаңыздар болады. Мен қалғанын бетіне себемін. Араластырамыз. Енді біз бұны формамызға құйып аламыз. Менің формамның диаметрі 22 сантиметр. Мінекей достар, мен құйып алдым. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің жаңғақ қосылған пирогымыз дайын. Мен оның бетіне сгущенка жағып, қалған жаңғақты септім. Менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың рецепттері бар. Кіріп, қарап көрсеңіздер болады. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын.